Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? 7 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Көксерек повесі. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы тұлғалық болмысты анықтай алады, тұлғалық болмысты адамгершілік ізгілік тұрғысынан талдай алады. Олай болса, қымбатты оқушылар, Көксерек шығармасына бір шағын талдау жасап өтсек, шығарманың атауы Көксерек, жазылған уақыты 1929 жыл. Шығарманың тақырыбы қасқыр, табиғат, адам. Кейіпкерлері Құрмаш, әжесі, Қасен, ауыл адамдары Көксерек және Аққасқа. Өнер туындысы, яғни Көксерек кинофильмі түсірілген қырғыз кинофильмі. Құрмаш рөлін сомдаған ол Қамбар Уәлиев деген кісі. Әлем әдебиетіндегі осы Көксерекке шығармасына ұқсас шығармалар бар. Олар, атап айтсақ, Шыңғыс Айтматовтың Жампида романы, Джек Лондонның Ақазу хикаяты және Олжас Сүлейменовтің Бөлтіріктер өлеңі. Көксерек әңгімесінің аударылуы, яғни бірнеше тілге аударылған, ол мажар, поляк, моңғол, неміс, эстон, голланд тілдеріне аударылған болатын. Енді әңгіменің сюжетіне тоқталсақ, қымбатты оқушылар, яғни әңгіме кіріспе бөлімінде жақын елге мәлім ескі ін, жазғы салымнан мекен еткен екі қасқыр тіршілігі, олардың күшіктері. Көк күшіктің ауыл тұрғындарына тұтқын болуы, адамдардың қасқыр апанына жасаған қиянаты, 7 күшіктің 5-еуін өлтіруі, тірі қалған 2 күшіктің біреуінің тірсегін қиып қалдырады, екіншісін ауылға алып кетеді. Көксеректің ауылға келуі, бұл жерде Құрмаштың Көксерек деп ат қоюы, Бөлтірік көзін 2 күннен кейін ашады ауылда. Бөлтірікті Құрмаш қасына алып жатады үнемі. Көксеректің ауыл иттерінен көресінді көруі. Көксерек өскен сайын суықтанады. Ауыл тұрғындарының өлтіріп терісін алу керек дегеніне Құрмаш көнбейді. Көксеректің ауылдан кетуі. Күзді күні Көксерек тағы да жоқ болып кетеді. Бұл жолы ол ұзаққа кетеді. Көксерек Аққасқырмен серік болып, Қарадыр тұрғындарына көресіні көрсетуі. Былтық атып та қорқытты, уда салды. Алайда Көксерек Аққасқырмен одан жасқанбады. Керісінше, жаңағы адамдардың салған уынан ауыл иттері уланды. Көксеректің жаралануы. Түйесінен бір ұзын нәрсе шошайып, күрс етіп, Көксеректің артқы бір саны шыжыдеді. Көксеректің Құрмашқа тап беруі. Қасқыр қойға жақындап, тап бергенде қасына қойшы бала, яғни Құрмаш келіп қалады. Үстіне жақындап қасқыр төніп келгенде, бала қасқырдың таныс құлағына көз түседі. Ақырғы көргені осы. Қасқырдың аузы тиместен бала өліп кетеді. Аққасқа мен Көксеректің шайқасы. Елге даңқы шыққан Аққасқа бұл Қасеннің иті болатын. Аққасқаның Көксерекпен айқасы. Екеуі де мықты. Қасен жуан қамшының сабын Көксеректің көмекейіне тығып жібереді. Тұмсығын жоғары қарай қайырып жібереді. Көксеректің құлағына қарап отырып, бұрынғы Көксерек атты күшікті таниды. Құрмаштың әжесінің боздауы. Бауырына басып, өсіргеннен басқа неғып еді менің құлыным деп, Құрмаштың әжесі Көксеректің басынан тепті. Ел тегіс еңіреді. Қымбатты оқушылар, әңгіменің қысқаша сюжеті осы болатын. Енді тапсырма орындауға кірісейік. Яғни бірінші тапсырма, кейіпкерлерге мінездеме беріңіз. Бұл жерде 5 кейіпкер алынды. Құрмаш, Қасен, әжесі Көксерек және Аққасқа. Тапсырманың дескрипторы кейіпкерлерге мінездеме береді, тұлғалық болмысын анықтайды. Яғни әрбір кейіпкердің тұлғалық болмысын анықтауларыңыз керек. Бұл жерде бірінші тапсырманың балы 5 бал.
Олай болса, қымбатты оқушы, іске сәт. Енді қымбатты оқушы, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Яғни аргументативті эссе жазамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы тұлғалық болмысты адамгершілік, ізгілік тұрғысынан талдайды 2 балл. Эссе құрылымын сақтайды 2 балл. Аргументативті эссе жазады 1 балл. Яғни барлығы екінші тапсырманың барлығы 5 баллды құрайды. Олай болса, қымбатты оқушы, әдеттегідей білгенге маржан айдарымен мен сіздерге аргументативті эссені қалай жазу ретін қойып қойдым. Яғни мына жерде анықтамасы берілген, аргументативті эссенің құрылымы берілген. Яғни әдеттегідей эссе 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды бөлім. Әр бөлімнің жазылу реті бар. Яғни сіздерге екінші тапсырманы орындау қиынға соқпайтыны анық. Олай болса, қымбатты оқушы, сіздерге мен сәттілік тілеймін. Аргументативті эссені ойдағыдай жазады деген сенімдемін. Қымбатты оқушы, рефлексия әдеттегідей, егер сабақ сізге түсінікті ұнаса, лайк басыңыздар. Олай болса, қымбатты оқушы, сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Жақсы күндерде кездесейік. Қош сау болыңдар.